Қаржылық мониторинг агенттігі Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін, вейптерді, оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Өнімдерді өткізу әлеуметтік желілердегі интернет дүкендер арқылы жүзеге асырылып, жеткізу курьерлік қызметпен ұйымдастырылған. Қатысушылар заңсыз қызметін жасыру мақсатында конспирация шараларын қолданып, ақша қаражатын қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дроперлердің қызметін пайдаланған. Қылмыстық табыс көлемі 221 миллион теңгеден асты. Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі пәтер мен автокөлікке тыйым салынды. Ұйымдастырушы қамауға алынды. Тергеп тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Айта кету керек, жыл басынан бері қаржылық мониторинг агенттігі вейптерді заңсыз өткізу фактілері бойынша 12 сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастаған. Заңсыз айналымнан 717 мың дана өнім тәркіленді. Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді, вейптерді пайдалану әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында никотинге тәуелділіктің қалыптасуына әкеледі. Никотин жүрек қан тамырлары және жүйке жүйесіне кері әсер етіп, созылмалы аурулардың даму қаупін арттырады.